Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін чертополох жауып көрсететін боламын. Өте оңай, көп күтімді қажет етпейтін рецептті айтатын боламын. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар, және де каналға тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Бұл чертополох, мұны видеода көріп тұрғандарыңыздай, түсі де, дәмі де өте әдемі болып шығатын чертополох. Ол үшін бізге 1,5 шелек помидор қажет. Бұны қазір тураған кезде жаман жерлерін барлығын алып тастайтын боламыз, шіріген жерлерін. Сонда 1 шелек таза помидор қалады. Міне барлығын осылай майдалап турап аламыз. Ет тартқыштан өтетіндей еткізіп, чеснокты суға салып қоямыз. Қабығы сонда оңай аршылатын болады. Бізге 2 бас чеснок қажет. Енді туралған помидорды ет тартқыштан өткіземіз, және де чеснокты ащы қызыл бұрышты да қосып бірге өткізетін боламыз. Мен бұл жерде 2 штук қызыл ащы бұрыш қостым. Егерде қатты ащы қажет болатын болса, санын көбейте берсеңіздер болады. Көп ащы қызыл бұрыш қосуға болады. Міне осылай чеснокты, помидорды, қызыл ащы бұрышты барлығын араластырып, ет тартқыштан өткізіп аламыз. Міне дайын болды. Енді помидордың газы болады, ашуы көтеріліп тұрады. Арасында өсіп араластырып тұрамыз да 1 күнге қойып қоямыз, 1 түнге. Мен қазір түс қайта ет тартқыштан өткізіп дайындап отырмын. 1 түнге қойып қоямын. Тұз саламыз. Тұзды дәміне қарай саламыз. Дәмін татып көресіздер, кем болса тағы да саласыздар. Бұл жерде мен 3 қасық, 4 қасық салдым. Тұзы ерігенше араластырамыз. Және де бетін жұқа марламен жауып қойыңыздар, ауа кіріп тұратындай етіп, арасында қозғап тұрыңыздар. Міне 1 түн өтті. Ашуының бәрі қайтты помидордың. Енді осыған аспирин қосамыз. 2 литр помидорға 1 аспирин қосатын боламыз. Аспиринді майдалап үгітіп аламыз. Сосын помидордың үстіне саламыз. Енді ерігенше 1 келкі етіп араластырамыз. Міне осымен дайын болды. Енді баклажкаға құятын боламыз. Баклажканы тап-таза етіп жуып аламыз. Егерде атылып кетеді деп қорқатын болсаңыздар, содамен немесе уксуспен араластырып шайсаңыздар болады. Мен бұл жерде құр судың өзімен шайып тазалап алдым. Баклажка таза, бірақ атылмайды. Міне барлығын құйып, баклажканың аузын қатты бекітіп жабатын боламыз. Сіздерде осылай дайындап көрсеңіздер болады, қорықпай. Ешқандай атылмайды. Жылда дайындап жүрген чертополох. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, ас болсын. Менде 10 литр шықты.